сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі оқу сауаттылығы бойынша баяндамамызды бастасақ, ең алдымен менің даусым сіздерге естіліп тұр ма? Маған кері байланыс жасап жіберсеңіздер. Естіліп тұр. Маған сіздердің дауыстарыңыз естілмей тұр. Дауыстар өшірулі. Сіздердің дауыстарыңыз маған естілмей тұр, құрметті әріптестер. Дидар, саламат па? Ол кісілердің микрофондары өшіп тұр. Микрофондарын қосып қою керек та. Жанат апай, маған кері байланыс беріп жіберсеңіз, сіздің даусыңыз маған келмей тұр. Естіліп тұр ма? Иә, енді естілдіңіз. Жақсы, рахмет. Менің презентациям сіздерге көрініп тұрған болу керек. Мен сіздерге экранды қостым. Көрініп тұр. Жақсы, рахмет. Жақсы, құрметті әріптестер, сіздермен өткен жолы біз әртүрлі стильдегі, 4 стиль түріндегі мәтінді талдаған болатынбыз оқу сауаттылығына байланысты. Бүгін солардың ішінде тұтас мәтін түрлерін талдау сатылары бойынша сіздерге баяндама жасаймын. Яғни бүгінгі тақырыбымыз тұтас мәтін түрлерін талдау сатылары. Өткен жолы егер болған мұғалімдер болса, мен сіздерге өзін тағы да бір таныстырып өтейін. Бекжан Ағидар Омарқызы Абай атындағы мектеп интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Мына жалпы оқу сауаттылығын біз не үшін керек деген дүниелердің барлығын теориясына тоқталдық, иә. Оның ішінде оқушылардың өмірлік жағдайларда әртүрлі нәрселерді ескере отыруын, түрлі ситуациялардан шыға алуын қарастыратын. Сол үшін де бізде осы әртүрлі математикалық сауаттылықтың, оқу сауаттылықтың қажет жөнінде біз нақты ақпараттармен осы күнге дейін танысып келдік. Енді осы оқу сауаттылығын біз түрлі сатыларын, бағалау сатысын мен сіздерге қазір айтып өтейін. Бірінші, оқу материалдарының форматы, ол қандай болу керек деген сияқты. Сосын тапсырманың түрі. Ол енді бізде оқу сауаттылығының барлығын жазбаша мәтін түрінде емес, біз тыңдалым, айтылым нормаларымен де қарастыруымыз керек, иә, күнделікті талдау жасау барысында. Сосын мәтіннің қолдану жағдайы немесе мақсаттары, яғни мәтін қандай мақсатта жұмсалып тұр, оның қолдану жағдайы қандай деген секілді біз сұрақтарды ескеруіміз керек екен.
Енді жалпы мына бағаланатын, талданатын мәтінді толық түсінгенін дәлелдейтін түрлі деңгейлер, машықтарды, иә, машықтар дегеніміз дағдыларды түрлерін қарастыратын боламыз. Ол бірінші мәліметті табу, осы ақпараттағы мәтін талдау барысында, сосын мәтінді түсіндіріп беру, мәтін бізде қалай жазылған, оның мазмұны қандай, иә, немесе қысқаша ақпаратты қалай беруге болады деген сияқты. Сосын мәтіннің мазмұнына, формасына рефлексия, яғни оның балалардың, оқушылардың кері байланысы, сосын оқушының бағасы бұл мәтіндегі ақпаратқа, соның ішіндегі түрлі ситуацияларға, жағдайларға деген секілді. Жалпы осы мектеп бағдарламасында оқу мақсатына сай ұсынылатын мәтіндердің бірнеше формасын айтып өтуге болады. Оның ішінде мына тұтас мәтіндер, жадағай мәтін, аралас мәтін, сосын мына құрамдас мәтін деген түрлерін айтуға болады. Құрметті әріптестер, мына слайдтың бетіне сызбасаңыздар, өйткені басқа көріп отырған кісілерге кедергі жасауы мүмкін. Осындай мәтін түрлерінің ішінде біз сіздермен мына тұтас мәтіндердің түріне талдау жасаймыз бүгін. Оның ішінде вербалды және бейвербалды элементтер, сосын әңгіме, есеп беру, репортаж, тәуелсіз мәтін түрлері, кесте, графика, диаграмма, карта деген сияқты. Осының ішінде сіздерде мына тұтас және тұтас емес мәтіндерді талдауда сіздерде алдыңғы Мөлдір Төлегенова есімді әріптесім сіздерге кесте, графика, диаграмма, осы фотосуреттер арқылы берілетін мәтін түрлерін сіздерге талдап көрсетті. Енді бүгін сіздерде тұтас мәтін, оның ішінде әңгіме, яғни белгілі бір ақпаратқа негізделген, әңгімеге негізделген мәтін түріне талдау жасаймыз. Сол мәтін бойынша біз жұмыс жасаймыз. Бүгін сіздерге алып келіп отырған мәтіннен бұрын біз осы қандай сатылармен жұмыс жасаймыз осы мәтіндерді қолдануда. Бүгін мына 9 сатыны сіздерге көрсете кетейін. Дәл қазір біз талдау жасау барысында осы 9 сатыны негізге алатын боламыз. Ол бірінші осы мәтінді дауыстап оқу, іштей оқу деген секілді. Оны қазір мен өзім сіздерге дауыстап оқып, оны ары қарай тірек сөздерді қалай табу керек екінші деңгей бойынша, сосын мәтіндегі абзацтарды ажырату, төртінші саты бойынша оның бөліктерінің бір-бірімен байланысы, олар қаншалықты бір-бірімен байланыс алады, сосын мәтіннің негізгі ойы, сосын біздің автордың көзқарасы, сосын мәтінді шағын мәтінге айналдыру. Егер ол мәтіннің көлемі кеңірек болса, енді бұл қосымша жүретін бөлім, яғни біз оны шағын мәтіндерге тезис түріне қалай айналдырамыз деген сұрақтың төңірегінде жауап іздейтін боламыз. Сосын мәтіннің түйіні, сосын мәтіндегі қосымша ақпарат, қосымша детальдар деген сияқты дүниелерді біз бүгін талдау жасаймыз. Бүгін сіздерге қазір келесі мына қарап отырсаңыздар, мұнда қазір маған мына сызықтар кішкене кедергі жасап отыр, айыпқа көрмеңіздер. Мына оқушылардың бірінші саты бойынша дауыстап оқуы. Мен сіздерге Григорий Петровтың, осы сіздер білетін болсаңыздар, Финляндия ақ лала гүлдер мекені деген туындысы бар. Соның кейінгі нұсқасы ұлттың оянуы болып жаңа басылыммен шықты. Яғни Финляндияның қандай мемлекетке айналғанын, оған дейін түрлі қандай қиындықтарды, саяси оқиғаларды бастан өткергені туралы айтылады бұл мәтінде. Соның ішінде мына Наполеонның, яғни француздардың, жалпы Еуропаның, ағылшындардың өмірі, олардың мәдениетінің бір-біріне ықпал етуі туралы жазылған мәтін. Қазір мен сіздерге мұны дауыстап оқып беремін. Назар қойып тыңдасаңыздар. Наполеон билік басына келген күннен бастап Еуропада соғыс аз болған жоқ. Ол Еуропа мемлекеттерінің барлығына дерлік соғыс жариялады. Әсіресе Англияны жеңуді көздеді. Ағылшындар болса, өз кезектерінде Наполеонды биліктен кетірудің түрлі жолдарын ойластырып бақты. Наполеон Еуропамен қатар Ресейге де қыр көрсетті. Француздармен соғыс болуы мүмкін деп қауіптенген Ресей 1808 жылы Швециямен арада болған соғысты тоқтатты. Көп ұзамай-ақ тарихта танымал болған Ресей-Франция арасындағы қызыл қырғын соғыс басталып та кетті. Наполеон бар әскери күшін біріктіріп, Мәскеуге дейін келді. Бірақ осы тұста орыстардан тойтарысқа ұшырап, кері шегінуге мәжбүр болып, Францияға қайтты. Францияға келісімін әскери күшті қалпына келтірудің амалын қылды. Бірақ Наполеонның ең басты қарсыласы болып саналатын ағылшындар барлық Еуропа халқын француздарға қарсы қойды. Осы соғыста Наполеон тұтқынға түсіп, Сент-Элен деп аталатын аралға жер аударылады. Ұзақ жылдар бойы Наполеонның жорықтарынан мезі болған Еуропа жұртшылығы бұл хабарды ести сала, бөріктерін аспанға атып, қуанышқа кенелді. Осы оқиғадан соң барша еуропалықтар ағылшындардың күш-жігеріне тәнті болып,
олардың әрбір ісін өздеріне үлгі ете бастады. Тіпті ағылшынның бар болмысы сәнге айналды. Еуропалықтардың кішкентай балалары мен жас жеткіншектері үлкендердің қылықтарын дұрыс бұрысын сараламай, ішкілік ішіп, шылым шегіп, жаман сөздер айтып, ағылшындар өмірінің күлкілі және зиянды тұстарын айна қатесіз көшіріп, қайталап, қысқа уақыт ішінде ағылшындардың көшірмесіне айналды. Еуропаның байлары болса, ат жарыстарында қомақты ақша тігіп, виски ішіп, ағылшындардың киім үлгісімен киініп, шаш үлгілерін ағылшынша қысқартатын болды. Жастар жаны бар ынтасымен ағылшынның спорт түрлеріне, әсіресе футболға беріле бастады. Толыққанды білім алмаған Еуропа жастары футбол десе ішкен астарын жерге қоятын болды. Футболдан ләззат алып, оның қызығына құныққан байдың балалары оны өнер мен білімнің деңгейіне көтеріп жіберді. Халықтың футболға деген қызығушылығын одан әрі қоздыра түсу үшін білімсіз журналист қауым өкілдері де Құдайдың құтты күні ауылдың футболдың жарнамасын жасаудан бір тынған жоқ. Яғни бұл мәтінде мына еуропалықтардың француздардан құтылу үшін ағылшындықтарды қуана қарсы алуы, ағылшындардың француздарды жеңуі және мына ағылшындардың жалпы Еуропаға қалай әсер етті, мәдениетін қалай қалыптастырды, тіпті мына арақ ішуі, шылым шегуі сияқты жағымсыз іс-әрекеттерінің де мына Еуропа жұртшылығында сәнге айналуының мына автор бізге соны көрсетіп тұр. Сол арқылы ұлтты оятқысы келіп отыр деп былай сараласақ болады. Бұл мәтінді бір оқып шыққан кезде, енді бізде бұл екінші саты бойынша біз мәтіндегі сөздерге тірек сызба арқылы талдау жасауымыз керек. Бұны мен сіздерге кеше арнайы маркермен белгілеп көрсетіп қойдым. Жалпы бұл мәтіндегі тірек сөздер ең бірінші ол Наполеон, соғыс, ағылшындар, француздар, яғни Наполеон деген соң біз бірден не елестетеміз? Соғыс ол жерде, белгілі бір халықтармен. Сосын оның қарсыластары ағылшындар, сосын мына ресейліктер, орыстармен соғысы деген сияқты. Әскери күш, ол жерде соғыс болған соң міндетті түрде әскери күш болады. Сосын жер аударылу, Наполеон және жер аудару, Наполеон жорықтары, Еуропа жұртшылығы. Яғни осы мына сармен белгіленген тіркестерді қарап отырсаңыздар, жалпы мына мәтіндегі бірінші және екінші азат жолдағы ақпараттың не туралы екенін бірден байқауға болады. Осыны мына оқушыға берген кезде біз айтамыз ғой, мына мәтінді түсініп оқу бар, оны мына жылдам оқуымыз қажет, кейде тек қана негізгі сөздерге басымдық беруіміз керек деген сияқты. Осы кезде балаларға мәтінді бермес бұрын тірек сызбаларды ғана осылай маркерлеп көрсететін болсаңыздар, балалар тек сол тірек сызбаларға көз жүгірту арқылы шамамен бұл мәтіннің не туралы, ақпараттың не туралы айтылатыны, онда қандай оқиғалар баяндалатынын алдын ала сезіп біліп отырады. Сондықтан осындай тірек сызба әдістерін қолдансаңыздар өте сіздерге тиімді болады. Және сонымен қатар мына мәтінді оқу барысында мына кез келген мәтіннің қақ ортасында мында үлкен жасыл нүкте қойып, соған қарап отырып басқа сөздерді оқытатын болсаңыздар оқушыларға, ол тек қана мәтінді зейін қойып оқып қана қоймай, басқа көздің қамту аймағы дейді. Яғни жылдам оқуға, біз осы жылдам оқу дағдылары деп те оны қолданып жатамыз ғой өмірде. Мәтінді жылдам оқуға, ондағы ақпаратты тез сұрыптап алуға мына көзіне жаттығу болады, әрі екінші жағынан жылдам қарқынды оқуға мүмкіндік алады оқушы. Осы жағынан осындай дүниелерді, түрлі маркерлерді мына талдау барысында қолдануды мен сіздерге ұсынамын. Сосын енді Наполеонның жорығы болды, ол шамамен Наполеон жорықта жер аударылды, жеңіліске ұшырады. Енді Еуропа жұртшылығы не істеді? Ағылшындардың күш жігеріне, сосын сәнге айналды, көшірмесіне айналды деген сөздерді мен жасыл түспен маркерледім. Неге? Себебі осы жерде тағы да бір мән ашылады. Мына соңғы сөйлемдегі екінші азат жолдағы соңғы сөйлемде бұл ойдың берілуі, сосын келесі сөйлемдерде ойлардың қайталануы, бұл яғни демек ағылшын деген ұлт бір француздарды жеңіліске ұшыратты да, енді олар Еуропадағы бірінші аренаға шықты, көш бастап кетті осы халық. Француздардың ықпалы азайды деген дүниеге алып келеді осы тірек сызбаларға мән беріп қарайтын болсаңыздар. Сосын екінші, одан кейінгі түс бізде мына күлгін түсті алып отыр, міне ағылшынша деген сөз бар.
бұл жерде де ағылшынша, яғни болды, Еуропада француздардың ықпалы Абдидар, азайды, тек ағылшындар деген сөзге мына фокус қою үшін, акцент Абдидар, ағылшынша деген сөзді біз осында күлгін түспен етіп бейнелеп отырмын. Сосын енді келесі түс бізде көк түсті, иә. Мұнда қандай сөздер маркерленген? Спорт түрлері, футбол, өнер мен білімнің деңгейі, білімсіз журналист қауымы, футболдың жарнамасы. Міне осы сөздер арқылы тағы үшінші азат жолда оқушы не істейді? Бірден бұл жердегі ақпаратты қабылдап алады. Демек, мына ағылшынша болды барлық нәрсе. Демек, футбол ағылшындардың алып келгені Еуропаға. Ол футбол қандай болды? Мұнда футбол қандай болды? Өнер мен білімнің деңгейіне жетіп отыр, футболдың біздегі артықшылығы, яғни Еуропадан алып келген бір артықшылығы өздері үшін ол футболды алып келуі. Одан кейін мына білімсіз журналист қауым өкілдерінің не істеуі, осы футболды жарнамалап жіберуі, өте қарқынды түрде жарнамалауы. Осы жарнама күшейген сайын оның өнер мен білім деңгейіне жетуі де күшейді. Онда көп мына білімсіз жастар, көп нәрсеге илану алдында тұратын. Құрметті әріптестер, сіздерге слайд көрінбей жатса, мен экранды алып тастап, былай ғана көрсете берейін, иә. Көрініп тұр ма енді слайд сіздерге? көрінбей жатыр мына біреудің Енді көрінді ма? Қараңыздаршы. Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Мен онда қазір қайтадан сіздерге экранды қосайын, иә. Енді көрінді ме? Енді көрінді. Енді көрінді, иә, жақсы. Рахмет, көп. Онда мен экранды үлкейтпей осы күйінде қолдана берейін, өйткені көбіңізде көрінбей қалатын секілді. Қараңыздар, мына тірек сызба әдісін сіздер енді көре алмай қалдыңыздар ма? Әлде тағы да қайталайын ба, әлде түсінікті ме? Жақсы, жалғастыра берейік онда, иә. Мына үшінші азат жолға келгенбіз. Соңғы азат жолда мен көк түспен бейнеленген сөздерді талқылап жатырмын. Яғни мұндағы спорт түрлері, футбол, өнер мен білімнің деңгейі, білімсіз журналист қауым өкілдері, футболдың жарнамасы деген секілді тіркестерді көргеннен кейін, тірек сөздерді көргеннен кейін оқушы не істейді бұл мәтінді талдау барысында? Демек, мұнда ағылшынша деген сөз тұр актуалданып, яғни ағылшындардың алып келген спорт түрі футбол және оның Еуропада өнер мен білімнің деңгейіне жетуі, оны журналистерді жарнамалауы. Демек бізде футбол осындай тарихи оқиғалардың нәтижесінде сондай бір үлкен танымал спорт түріне айналған екен ғой деген сияқты қорытынды шығару керек, иә, бала осы жерде. Яғни демек бұл тірек сызба әдісіндегі басты сіздерге келетін дүние уақыт үнемдеу, оқушыға тек қана керек ақпараттарды сұрыптап беру. Осы тәсілді қолдансаңыздар, ол өте ұтымды әдіс болатын еді. Сосын келесі бізде, яғни 2 сатыдан өттік. Үшінші бізде мәтін абзацтарын, яғни азат жолдарды ажырату, сосын мәтін бөліктерінің бір-бірімен байланысын анықтау. Бұл екеуі үнемі бір-бірімен байланыста бірге жүреді. Енді қараңыздар. Бізде бірінші азат жол, ол өзі мәтіннің берілуінде көрсетіліп қойған, иә. Наполеонның билікке келуі, оның биліктен кетірудің түрлі ағылшындар жаңағы жолдарын ойластырып тапты дейді. Мен осы жерде кіріспе бөлімдегі азат жолдың былай ажыраттым. Кіріспе бөлім келесі абзацтарда оқиғаның соғыс туралы болатынына сілтеме жасап тұр. Ол қай жерден байқалып тұр? Соғыс болатыны. Ойластырып бақты тіркесі ойдың ары қарай жалғасуын логикалық тұрғыда бейнелеп тұр. Яғни мұнда Наполеонды биліктен кетірудің түрлі жолдарын ойластырып бақты дейді. Яғни ол жерде түрлі жолдары болса, оның ішінде түрлі соғыс тактикалары болуы мүмкін, иә, түрлі саяси, әскери қақтығыстар болуы мүмкін. Демек, ой жалғастығы бар. Яғни бірінші ойдан бірінші азат жолдан екінші азат жолға сілтеме жасайтын сөйлем бар. Ол сілтеме сөйлем өз кезегінде Наполеонды кетірудің түрлі жолдарын ойластырып бақты деген сөйлем. Осы біздегі кіріспе бөлімнің екінші азат жолға өтетін көпір екенін байқауға болады. Сосын екінші азат жолды тағы да мәтіннің өзінде бөліп естіліп тұрмас, сіздер сұрақ қойып жатырсыздар ма, қалай? Кешіріңіз,
мына Айгүл Құмсай деген кісі демонстрация жасап жатыр да, сол сіздің экраныңыз көрінбей тұр. Айгүл Құмсайдікі кіріп кетіп жатыр қайта-қайта. Бала Менің шағасы экранымды құлап бас жатыр. тастап жатыр ма? Жоқ, Иә, бала сіздің шағасы экраныңыз. Ол кісіге хабарласып, болмаса қалай байланыс жасай аламыз? Ол Иә, кісі Айгүл Құмсай деген кісі естіп отырсаңыз, экраныңызды өшіріңізші. Сіздің телефоныңыздағы галереяның суреттері көрініп жатыр бізге. Сіз микрофонды сөндіріп тастай аласыз ғой. Иә, звукын өшіріп тастаңыз Иә, микрофонын. өзіңіз өшіріп тастай қойыңыз. Демонстрация экранына қосып тұр тағы. Плюс. Сіздің неңіз көрінбей қалып жатыр әріптестерге. ол кісіні шығарып тастап, сосын қайтадан кірсе қалай болады екен? Сіздің неңіз көрініп тұр, экран апайдың экраны. Көрініп тұр демонстрацияңыз. Екі демонстрация болып тұр. Айгүл Құмсайды алып тастау керек. Бізге көрініп тұр. Көрініп тұр, бірақ арасында Енді кіріп кетіп жатыр ғой. Мен шығара алмайды екенмін ол кісіні. Жоқ, сіздің мәтініңіз көрініп тұр, барлығы дұрыс. Көрініп тұр, Мана сосын болып кетті ол. экранды, мына экранды сыза бермесеңіздер, құрметті әріптестер, мына көріп отырған, сосын мен талдап сіздерге көрсететін кезде сол жерде сыз тастап жатырсыздар, иә? Мәдениет сақтап отырсақ болады ғой сол. Жақсы Жақсы, ақпарат алып рахмет, ары қарай жалғастыра берсек. Сосын енді міне, яғни оқырман келесі абзацтан сәнге айналған дүниелердің нақты атауымен танысады дейді. Деген осындай мен бөлім қостым. Мына екінші азат жолда қарап отырсаңыздар, мына жасыл маркерлердің астында тұр. Яғни мұнда екінші абзацта жалпы соғыс болатыны, орыстармен қақтығыс болатыны, Наполеонның жер аударылатыны туралы айтады да, енді сәнге айналу тіркесі деген дүние, енді осындай соғыстардан кейін олардың ағылшындардың күш жігеріне тәнті болады, сосын олардың бар болмысы сәнге айналады дейді. Яғни сәнге айналады. Осы жерде біз тағы да ойдың жетпей жатқанын, тағы да бір ақпарат, не сәнге айналды екен осы ағылшындардың өміріндегі нақтылы деген сұрақтың жауабын біз осы келесі үшінші азат жолда аламыз. Үшінші азат жолда олардың нақты нелер екенін көрсететініне қарап отыратын болсақ, үшінші азат жолда еуропалықтардың кішкентай балалары мен жас жеткіншектері үлкендердің қылықтарын дұрыс-бұрысын сараламай, ішкілік ішіп, міне, шылым шегіп, жаман сөздер айтып, ағылшындар өмірінің күлкілі және зиянды тұстарын айна қатесіз көшіріп, қайталап, қысқа уақыт ішінде ағылшындардың көшірмесіне айналды дейді. Міне, осы жерде нақты қандай заттар сәнге айналды? Ішкілік ішу, жаман сөздер, мына жерде жазылған. Сосын дұрыс-бұрысын саралай алмай, кез келген нәрсені қайталай берді деп, осы нақтылы заттарды осы үшінші азат жолда көрсетеді екен. Сосын енді келесі үшінші азат жолдан біз төртінші азат жолға секіруіміз керек. Ол азат жолға бізде көпір ретінде қандай сөйлемдер, ақпараттар бар. Оқырман нақты сәнге айналған атаулармен танысқаннан кейін мәтін мазмұнын тереңірек ашу мақсатында келесі абзацта ақпарат өрбиді. Яғни бұл жаңағыдай нақтылы айтылған нәрселер ары қарай өрбу керек. Солар туралы кең ашылу керек. Демек, сәнге айналған әдеттерді қайталау арқылы көшірмеге айналады. Бір халық екінші халықтың көшірмесіне айналады. Енді көшірмеге айналады. Демек, біз көшірмеге айналу үшін олар тағы не істеген екен? Бұл француздар, жалпы Еуропа халықтары. Көшірмеге айналу үшін олар жаңағыдай бай адамдары, Еуропа халықтарының ат жарыстарында қомақшы ақша тікті, ағылшындардың киім үлгісін киді, шаш үлгілерін қайталады, оның ішінде ағылшындардың алып келген футбол ойынына өте қатты назар аударды. Міне, осыны қайталау, осы әдеттерді қайталау арқылы олар сәнге айналумен шектелген жоқ, яғни ағылшындардың мәдениеті сән ғана болып қалған жоқ, дәл соның айна қатесіз көшірмесі болып қалды Еуропа жұртшылығы. Сосын енді келесі абзац, соңғы абзацта екінші, үшінші абзацтардан ой алшақтығы байқалады. Автор футболдың Еуропа өміріне әсерін жеткізуге көңіл бөледі. Бұл оқырманға тосыннан келген жаңа тың ақпарат екені байқалады. Яғни мұнда кішкене ой алшақтығы дегеніміз соңғы бөлімде автор футболға, яғни тура сол ойынның ағылшындардан Еуропаға қалай келгені туралы сол ақпаратқа қатты фокус қояды. Сондықтан біз кішкене соғыс тақырыбынан, қайталау
тақырыбынан біршама алыстап кетеміз. Сосын бұл тың ақпарат болу дегеніміз, біз енді әрине футболдың ағылшындардан келгенін, әлемдік ойын түрі екенін білеміз, бірақ ол мысалы оқыған бала я болмаса бұл саланы, футболдың айналасын дұрыс білмейтін әртүрлі сала мамандары болса, яғни бұл футболдың өнер мен білім деңгейіне жеткенін біз білмейміз, тосын ақпарат болады. Яғни біз оны тек қана спорт ойын түрі деп қарастырдық, бірақ Еуропа оны соншалықты деңгейге көтеріп жіберіпті. Ол бізге тың ақпарат, ол оқушыға да тың ақпарат болу керек. Оның ішінде мына журналистердің жарнамалауы, қарап отырсақ, әлі күнге дейін футболдың жарнамасы тоқтаған емес. Бізде түрлі әуе компаниялары, Катар, сосын Emirates компаниялары футболға өте көп әлі күнге дейін жарнама береді деген секілді дүниелермен біз осы тұрғыда ақпаратты балаға өмірмен байланыстырып жіберуіміз керек. Сонда мына оқиғаның мәтіннің мәнін олар ұға алады. Так, бізде енді 3-ші, 4-ші сатылар кетті. Енді келесі бізде 5-ші, 6-шы сатылар. Міне 5-ші сатыда біз мәтіннің негізгі ойын анықтау деп отырмыз. Негізгі ойы, идеясы деген сияқты. Бұл енді ағылшын мәдениеті мен өмір салтының жалпы Еуропа жұртшылығына енуі мен әсерін көрсету. Оны біз жаңа мәтін талдау барысында өзіміз айттық, енді бұл түсінікті. Яғни сол мәтіндегі негізгі ақпараттың құралы не? Автор нені жеткізбекші болды, ойы. Сосын мәтіндегі автордың көзқарасы. Автор өзі бұл көзқарасқа, бұл оқиғаға, тарихи оқиғаға қандай баға бергісі келді, прагматикасы қандай болды автордың. Наполеон жорықтарының салдарын түсіндіре отырып, ағылшындар өмірінің Еуропа жұртшылығына әсерін нақты мысалдар арқылы көрсету, оқырманға тарихи мәдени сабақ беру. Автордың көзқарасы, мына шығармадағы мақсаты, туындыдағы осы болды. Яғни, Наполеон қанша мықты жауынгер болса да, қолбасшы болса да, ол да тарихи сәтсіздікке ұшырады. Сосын Еуропаны ағылшындар мәдениетімен жаулап алды. Біз бұдан, мына шығарманың өзінің атауы да ұлттың оянуы деп тұр ғой, біз бұдан қандай сабақ ала аламыз? Өзіміз өзгеге еліктеу арқылы, өзгенің басқыншылығы арқылы біз ұлттық мәдениетімізден, сана сезімімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Жұрттың тың дүниелері бізді ластауы мүмкін деген сияқты оқырман осыдан тарихи мәдени сабақ алу керек. Яғни өзгенің мәдениетін сіңіріп, біз өз мәдениетіміздің ажырап қалмауымыз керек, өз мәдениетімізден. Сондықтан автор осы тұрғыда сабақ беру үшін, бір ұлттың өсу үшін, өну үшін қажет дүниелерді айтқысы келді. Бұл мәтін тек қана ағылшындар мен француздардың соғысы туралы болған жоқ. Осыған назар аудару керек деген дүниеге алып келеді автор. Сосын мәтіннің түйіні. Бұл енді мәтін түйінін енді сіздер әртүрлі басқа тілмен көркемдеп жіберіп айтуларыңызға болады оқушыға, бірақ енді мұндағы дүниені мен былай түйдім, тек пайдалы дүниелерді бойға сіңіру, әр халықтан дұрыс үлгі алу. Енді оқушы оны әртүрлі түйуі мүмкін. Тек спортын біз қарауымыз керек екен, я болмаса осы тарихи оқиғаларды біліп жүруіміз керек екен деген сияқты түйін түйуі мүмкін, бірақ ондағы негізгі дүние өз дүниетанымынан ажырамай, өзге ұлттың, өзге халықтың тек жақсы, ұтымды жақтарын алуымыз керек деген дүниеге келеді. Сосын мына жерде 8-ші сатыдан кейін мен бірден 9-ші сатыны көрсетіп отырмын. Мұнда 7-ші сатыда сіздерге айтылған нәрсе, мына кері тезис жазу деген дүние болды ғой, яғни мәтін көлемді болса, оны қысқаша формаға алып келу. Мына сіздерге ұсынған мәтін мазмұны көлемді емес, сондықтан мен тезис жазу үлгісін берген жоқпын мұнда. Сосын ол тезисті біздің оқушылар жазу керек, яғни қысқа нұсқа баяндалған үлгісін бізде берілген мәтіннің. Сондықтан енді сіздерге 9-ші сатыға көше беруді ұсынамын. Мәтіндегі негізгі қосымша детальды ақпараттарды анықтау. Бұл мәтінде біз негізгі ақпараттардың барлығын қазір талдап өттік. Енді бізде мәтінде қосымша ақпараттар қандай қосымша ақпараттарды кездестіруге болады? Оны қандай формалар арқылы біз анықтай аламыз? Наполеон Еуропамен қатар Ресейге де қыр көрсетті. Бұл мәтіндегі қосымша ақпарат.
сол азат жолға тиісті. Неге? Себебі Наполеонмен бұл жерде автордың айтпақ ойы ағылшындармен соғыс еді ғой. Бірақ француздар бұл жерде Ресеймен де соғысты. Оны да ескерейік. Бұл тарихи оқиға деп бағалап отыр автор. Сондықтан мына мәтіннің ішіне қосымша ақпарат ретінде енгізіп отыр. Сондықтан бұл Наполеон Европамен қатар Ресейге де қыр көрсетті деген сөйлем біздегі мына мәтіндегі қосымша деталь, қосымша ақпарат. Сосын екінші қосымша ақпарат ол Европаның байлары болса, ат жарыстарында қомақты ақша тігіп, виски ішіп, ағылшындардың киім үлгісімен киініп, шаш үлгілерін ағылшынша қысқартатын болды. Бұл жерде қосымша ақпараттың формасын қысқартатын болды деген астына сызып қойғанмын. Осы тіркес анықтайды. Неге? Себебі ағылшындардың осы өмірін олар қысқартты деп қана көрсетіп тұрған жоқ қой автор. Үнемі олар қысқартатын болды. Яғни ол да қосымша ақпарат. Демек, олардың іс-әрекетіне, шаш үлгілеріне ертеу арқылы мына бізде осы ауыспалы ошақ деп айтамыз ғой, дағдылы іс-әрекеттердің қайталануы, иә, құрылымды грамматикада. Сол секілді мына функционалды грамматикада қысқартатын болды деген үнемі сондай жедел өткеншақ формасымен берілсе де қысқартатын болды деген үнемі бір циклда айнала беретін, яғни дағдыға сіңіп келген іс-әрекетті көрсететін мағынада жұмсалып тұр функционалдық тұрғыда. Енді мына үшінші біздегі қосымша ақпарат толыққанды білім алмаған Еуропа жастары футбол десе ішкен астарын жерге қоятын болды. Бұл да екінші ақпараттағы сияқты. Әрине біздегі жалпы Еуропа жастарының футболға әуестенуі біздегі негізгі ақпарат. Бірақ мұндағы қосымша ақпарат үнемі сол жарысқа етене беріліп кетті. Ол бір өмірлерінің бөлшектеріне айналып кетті. Содан ажырамайтын болды деген ұғымды білдіру үшін ішкен асын жерге қоятын болды деген тіркес қолданылып тұр. Міне бұл да мәтіндегі қосымша мән істейтін қосымша детальдар, автордың позициясына байланысты жүріп отыратын. Одан кейін біз айтатын болсақ, осы мына 9-шы саты мен жоғарыда көрсеткен істерге 9 сәті бойынша бұл тұтас мәтіндерді талдаудың үлгісі. Бүгін сіздерге әдейі аударма мәтін алып отырмын. Өйткені біз өткен жолы сіздермен көркем әдебиет мәтінін өте жан-жақты талдадық. Қазір бізде әлі де уақыт бар. Сондықтан сол өткен жолғы слайдтағы нұсқаны да сіздерге қайтадан таныстыруды жоспарлап отырмын. Себебі біз әртүрлі мәтінді қалай талдауымыз керек дүниені салыстырып анализ жасауымыз керек. Өткен жолда сіздерге түрлі сатылармен көрсетіп бердім. Бүгін соны енді жалғастырамыз. Ол талдауға өтпес бұрын осы тақырыпқа сәйкес мен мынадай тест сұрақтарын сіздерге ұсынғалы отырмын. Бұл тест сұрақтары осы ұлттың оянуы мәтінінен алынған сұрақтар. Наполеонның ең басты қарсыласы ол әрине біздегі мәтіндегі негізгі ақпарат. Ол жерде оның қарсыластар көп болды. Соның ішінде ол ағылшындар. Мәтінде де оны айтады, негізгі оның қарсыласы, негізгі бағытталған, оның әскери бағытталған халық кімдер болды? Олар ағылшындар болды. Сосын екінші, еуропалықтар неліктен ағылшындарды үлгі ете бастады? Мына жерде түрлі жауаптар бар. Ол жерден оқушы анализ жасау керек. Бірінші, еуропалықтарды француздарға қарсы қойған үшін. Бір оқыған кезде біз осыны да жауап деп қабылдауымыз мүмкін. Себебі еуропалықтарды француздарға қарсы қойып, ол француздарды азат еткен үшін емес қой. Екінші, Наполеонды жер аудартқан үшін. Жоқ, тек жер аударту ол бүкіл халықтың өміріне үлгі боларлықтай іс емес. Оны да оқушы сұрыптау керек. Сосын төртінші жауапты қарайық. Еуропаны азат еткен үшін. Ол тек Еуропаны азат еткен үшін ғана қуанған жоқ қой халық. Олар ағылшындардың барлық күш-жігеріне тәнті болды. Осы күш-жігеріне тәнті болды деген сөздің астарында да жалпы мына Еуропаны азат етуі, Наполеонды жер аудартуы, сосын мына бүкіл халыққа көмектесуі, бірінші ең алғаш осы азат еткен кезде жаңа халықтарға қысым азайған кезде деген секілді. Сондықтан жалпы ағылшындардың күш-жігеріне тәнті болуы үшін деген дүние осы сұрақтың жауабы бола алады. Сосын ағылшындар Еуропаға дәріптеген спорт түрі ол футбол. Енді бұл мына кішкене детальды сұрақ, мәтіннің ішінен бала бірден ойланбай тез арада тауып ала алатын сұрақ жауабы, сұрақтың жауабы. Сосын еуропалықтар неліктен ағылшындардың көшірмесіне айналды? Футболға қызыққан үшін, ағылшындарша киінген үшін, ағылшындарды құрметтеген үшін. Осы үш жауаптың да
басым қосатын бізде бір жауап, ол ағылшындар өмірін дәл қайталағаны үшін деген нұсқа. Өйткені жаңағы футболға қызығуы, ағылшынша киінуі, оларды құрметтеуі, оларға ықыласының ауының барлығы ол ағылшындар өмірінің дәл қайталағаны. Сосын футболдың Еуропаға тез тарауына, халық қызығушылығын арттыра түсуіне қандай жағдай әсер етті? Бұл да кішкене детальды сұрақ, тез арада ойланып жауабын тауып ала беруге болады. Ол футболдың қызықты ойын түрі болуы, білім мен футболдың қатар тұруы, байлардың ойынға ақша төгуі, журналистердің футбол жарнамасын көбейтуі. Мұндағы жауап журналистердің футбол жарнамасын көбейтуі. Әрине байлар оны ақша тігіп, оны жандандыруы мүмкін, сосын ол біліммен қатар тұруы мүмкін, бірақ ол футбол біліммен қатар тұру үшін бірінші не керек? Оның жарнамасы керек, ол халыққа өтімді болу керек. Сондықтан бұл жердегі ең негізгі биігінде тұрған жауап, мына жауаптардың ішінде журналистердің футбол жарнамасын көбейтуі деген нұсқаны таңдауымыз керек болады екен. Жалпы бұл сұрақтарды мен өзім осы оқу сауаттылығына байланысты құрастырғанмын. Яғни оқушының 5 сұрақ болатын болса, мысалы бір мәтінден мүмкін 10 сұрақ болуы мүмкін. Соның ішінде 1-2 сұрақ нақты детальды түрде, мысалы футбол деген 3-ші сұрақтағыдай нақты сұрақтар болса, ал қалғаны кішкене оқушының түрлі ситуацияға байланысты, қайсысының жауабы басымырақ деген сияқты осындай логикалық қабілеттерін шыңдау үшін осындай кішкене күрделендіріп құрасаңыздар болады. Бұл сіздерге беріліп тұрған үлгі, оны кішкене әртүрлі формада алып қарастыруларыңыз, ол сіздердің өздеріңіздің шығармашылықтарыңызға, мәтін талдау дағдыларыңызға байланысты. Ал егер осы бірінші слайд бойынша сіздерде сұрақ болса, қазір сұрап алсаңыздар, сосын мен келесі әртүрлі 4 стильдегі мәтін бойынша сіздерге слайдты көрсететін боламын. Қазір мен слайдты алып тастайын. Сұрақтарыңыз болса? Егер сұрақтарыңыз болса, осында микрофондарыңызды ашып сұрақ қоюларыңызға болады. Жанат апай, біздің қатысушылардың микрофондарын сіз қосыла аласыз ба? Қостым. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, иә? Бір сұрақ бар, жаңағы деталь мәтіннің ішінен, тұтас мәтіннің ішінен детальды қосымша табу, сол көзден айтып жібересіз, тағы да мен түсінбей қалдым. Детальді қосымшалар, ол енді формаларға байланысты. Біз мына бірінші мәтінде айттық қой. Қазір мен мына сөйлемімді бір көріп алайын, қазір, Содан кейін осы семинар бойынша слайд жібересіз бе? Иә, бұл слайд түрлері сіздерде беріледі, сосын сабақ, қателеспесем, Telegram каналда сақталады. Мұнда қараңыздар, детальды дегенде қосымша ақпараттардың берілуін мәтінде қалай табамыз деген дүние ғой. Яғни осы ақпаратты біз талдау барысында көрдік, мына Еуропа мен ағылшындардың, француздар мен ағылшындардың соғысы, ағылшын мәдениетінің Еуропа халықтарына енуі деген сияқты. Енді мұндағы қосымша ақпарат бізде олар Ресеймен де соғысты, Ресейге де қыр көрсетті. Тек ағылшындар ғана емес, Ресейде, яғни да деген бізде шылаулар, жалауық шылаулар осындай үстемелейді ғой, қосымша ақпараттарды үстемелеуде. Мысалы, мына оқушы да тек бірінші оқушы ғана емес, сен екінші оқушы да сөйлесін деген сияқты, сондай қосымша ақпарат болады. Сондықтан Ресейде, яғни Ресейге де олар қысым көрсетті деген сияқты осындай формалар арқылы беріледі, жаңағыдай қосымша детальдар. Осы арқылы тапсаңыз болады. Сосын мына екінші сөйлемдерде айттық, көшірмесіне айналды, жаңағы байлар ақша тіге бастады. Сосын мына ойын түрі жастардың арасында қатты танымал болды деген сияқты сөйлемдер. Бұл жерде әрине негізгі ақпараттың төңірегіндегі сөйлем, бұл сөйлемдер негізгі ақпарат, қосымша емес. Бірақ бұл жердегі қосымшалық мәнді, қосымша детальды не істеп тұр? Үнемі оның дағдыға айналып кетуі ғой халықтарда. Тек бір рет қана үлгі етіп алған жоқ, оны жаңағы халық, француздар, Еуропа халқы үнемі күнделікті дағдыға айналып қандарына сіңіп кетті. Яғни қандарына сіңіп кете беруі, іс-әрекеттің қайталана беруі, ол біздегі қосымша ақпарат. Ол жай ғана сіңдіріп алмаған екен, бүкіл өне бойын тамырлап кеткен екен деген сияқты осындай детальдарды мағыналық тұрғыда алуға болады. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз болса? Менде сұрақ бар, бір сұрақ.
осы мәтін бойынша, Мгм. мәтін талдау бойынша да бізде кейбір әріптестеріміз ше осы мәтіннің құрылымы мен рәсімделуінен шатасып жатыр ғой, ара жігін ажырата алмай жатыр. Мгм. Мәтіннің құрылымы және мәтіннің рәсімделуі дегенді. Мгм. Енді мәтіннің құрылымы рәсімделуіне байланысты айтатын болсақ, енді мәтіннің құрылымын біз барлығын білеміз, иә. Кез келген мәтін түрі ол кіріспе, негізгі бөлім, Иә. қорытынды бөлімнен тұрады. Ол тіпті біз мына балаларға күнделікті жазатын қазіргі трендке айналған эссенің өзінде де біз қиындатып жібереміз. Құрылым ол негізгі кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды болды. Одан Иә. енді ішіне қарай енді ол түрлі сатыларына бөлінуі мүмкін, енді ол мәтін түріне байланысты. Ал Иә. сосын мына рәсімделу деген енді ол стиль түріне байланысты ғой. Бұл жерде біз рәсімделу дегенде ғылыми мәтін мен ресми іс қағаздар стиліндегі мәтіннің ғана рәсімделуіне біз назар аударамыз. Ол рәсімделу үшін не болу керек? Міндетті түрде өзінің трафарет сөздері болу керек. Трафарет сөздер дегеніміз ол яғни қалыптасып қалған өздерінің тұрақты сөз тіркестері сияқты сөздері болады ғой. Яғни жүктелсін, мына міндет атқарылсын деген сияқты осындай сөздермен беріледі да, ол мәтіннің рәсімделуіне жұмыс жасайды. Яғни ресми іс қағаздар стиліндегі жүктелсін, міндеттелсін, атқарылсын деген сияқты трафарет сөздер ол ресми мәтіндердің рәсімделуіне алып келеді. Ал ғылыми мәтіндерде мына біз рәсімдеу ол мына ғылыми нақты ақпараттың берілуі, пафос пен көркем әдеби және экспрессивті эмоционалды сөздердің болмауы, қатыспауы ол ғылыми мәтіндердің мына рәсімделуіне келеді. Негізі ол дұрыс айтып отырсыз, мына құрылыммен біз рәсімделуді шатастырып алмауымыз керек. Өздерінің клишелері, трафарет сөздері деген сияқты дүние болса, біз рәсімделуінен шатаспаймыз. Ал тілдік құрылымы ше, тілдік құрылымы деген кезде жаңа айтып жатқан сіздің трафарет клиш сөздер кетіп қалмай ма соған құрылымына тілдік ерекшелігі құрылымы деп келеді ғой тілдік. Тағы сұрақтарыңыз болса? Жаңа тілдік құрылымына сіз айтып жатқан клиш сөздер, олардың өзінің трафарет сөздері тілдік құрылымына кетіп қалмай ма? Жоқ, бәрібір біз рәсімдеу үшін белгілі бір тілдік құрылымды алуымыз керек қой. Рәсімделу ол арнайы шаблондар арқылы беріледі ғой. Өзінің қатып қалған шаблондар арқылы беріледі. Тілдік бірлік ол, менде кешіріңіздер қатып қалып жатыр. Тілдік бірлік ол міндетті түрде ол рәсімделуге жұмыс жасайды. Екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Жарайды, рахмет. Түсінікті болды. Жақсы, тағы да сұрақтарыңыз болса? Кешіріңіз. Рәсімделу Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылынан. рәсімделу неші? Азат жолдарын көрсетеміз кейде біз. Ана жерде сіз айтып кеттіңіз ғой, кешірім сұраймын, рәсімделуі дегенге жаңағы стиль түрлерін, ол стиль түрлерін анықтаңыз деп жеке тапсырма болып кетеді. Ал рәсімделуінде мысалға мәтін берілсе, сол мәтіннен қанша азат жол деген сияқты сол бөлмейді ма? Иә, ол азат жол міндетті түрде кіреді ғой, иә, рәсімделуге. Мен мына рәсімделудің ішкі мазмұндық жағын айтып жатырмын, құрметті әріптестер. Ал абзац ол кез келгенде, мысалға, сіз оны басында біз несі деп айттық қой, негізгі бөлім қорытынды құрылымында да ол азат жол ескеріледі. Рәсімделуінде де ол азат жол ескеріледі. Ол ойға байланысты. Мысалы, мен бұның ішінде ең рәсімделуі қиын стиль түрлеріне тоқталып отырмын. Ал көркем әдебиет басқа да дүниедегі азат жолды ол автордың өзінің қолданысына сай қолданылады. Абзац деген дүниелер. Өзінің ойының қаншалықты бөліп алуы, оның ішінде ол абзацтар шумаққа бөлінеді, бір шумақты бір абзац деп танимыз деген сияқты синтаксис құрылымдар болады. Ол сондықтан абзац рәсімделуде де ол маңызды қызмет атқарады. Жақсы, онда құрметті әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Болмаса, мен келесі өткен жолғы слайдты ашып, әртүрлі стильдегі 4 стиль мәтінін талдаудың сатыларын көрсетсем. Сәлеметсіз ба? Бастауыш сынып мұғаліміне қаншалықты қатысы бар осы конференцияңыздың? Бастауыш сынып мұғалімдеріне сіздерге де бұл конференцияға қатысуды міндеттеп отыр ма? Қазақ тілі пәні бойынша Бастауыш сынып мұғалімдері. Иә. Бастауыш сынып оқушылар қателеспесем физика сауаттылығын тестіне қатыспайды, иә? Иә, қатыспайды. Бізге мүлдем тақырып жақын емес.
мүмкін сіздерге бұның пайдасы мына мәтінмен жұмыс жасау, оны талдату, оның ішіндегі мына бастауыш сынып оқушыларына, енді мен бастауыш пән мұғалімі емеспін, десе де мына тірек сызбалар деген дүниелер мүмкін сізге қажет ақпарат шығар, әрине күрделі болып кетуі мүмкін бастауыш сынып оқушыларына, бірақ дегенмен сізге пайдалы ақпарат болып қалатын шығар деген ойдамын. Әдебиеттік оқудан бәрібір пайдаланамыз ғой. Иә. Мгм. Керек Қайырлы одан күн. мәтінмен жұмыс болады ғой. Әдебиеттік оқуда. Иә, қазақ тілде де, әдебиетте де мәтінмен жұмыс бар ғой. Оқу сауаттылығына сол бастауыштан дайындалу керек қой. Содан кейін де Иә, Негізгі ойды иә, анықтау, қазір- тірек сөздерді иә, табу мына- деген сияқты. 5-ші классқа келгеннен кейін олар мәтінмен жұмыс жасауды, ол пән мұғалімдері айтқанмен бастауыштан біліп келу керек. Төртінші Иә, сыныпта мынау- оқушы мұғалім мәтінмен жұмыс жасайды. Мынандай күрделі Төртінші жүйе. сыныптар пиза бастауыштан- тапсырады ғой. Жоқ, бастауышқа негізгі бастауышта- дағдыларды білу керек қой. Жаңағы мысалы тақырып, шығарманың тақырыбы, идеясы, автордың айтпақ ойын бала білу керек қой бастауыш сыныптан Иә. бастап. Бастауыш сыныпта анау тест тапсыратын бар ғой, қалай еді аты? Ол біледі. Сол кезде Біледі, балалар мына көп Сыныпта қиналады. тапсырады. Иә, күрделі. төмен көрсеткіш көрсетіп жатырмыз ғой ол жерде де. Неліктен? Себебі балаларда дағды қалыптаспаған. Иә. Жерге оқып, Иә. дағдыланып келген балалар алдарыңызға келеді, қалайда. Ол жерде- Иә, дұрыс айтасыздар, мәтін мынау. талдау бар ғой сіздерде. Иә. Мына дағды дегеннен шығады ғой барлығы, иә. Мына біздің мектепте мысалы 8-ші сыныптан бастап оқушылар келеді. Енді бастауыш сынып емес, бірақ сонда да оларда дағды қалыптаспаған түрлі қазіргі стандартта да мына оқу жоспарында құрылымдық грамматикадан гөрі функционалды грамматикаға, иә, соған көңіл бөлеміз ғой. Сондықтан оларға біз бәрібір қайтадан өтеміз. Біздің алдымызда мына бастауыштан, я болмаса 5-ші, 6-шы сыныптан қалыптасып келмейді. Сондықтан сол кезде бізге ол өте қиын, дарынды бала болып олар қанша түссе де, әрине олар өте қабілетті, білімді, бірақ оларда дағды жоқ. Мына дұрыс айтып отырсыздар. Ол дағды, ол кішкентайынан, яғни бастауыштан қалыптасады, оның алғашқы сатылары, одан кейін мына 5-ші, 6-шы сыныптан одан жоғарылап кете береді ғой негізі реттілік бойынша дағдылары. Сондықтан бұл дағды қалыптастыру керек деген дүниеге біз шындығында да назар аударуымыз керек қазіргі білім мазмұны бойынша. Баяндамашы қыз телеграм сілтемесін салыңызшы, өтініш қазір мына жерге жазылып жатқан чатқа. Телеграм сілтемесіне, телеграм сілтемесіне оны ұйымдастырушылар салады. Мен баяндама жасаймын, егер қажет болса презентациямды жібергенмін, презентацияны да чатқа салып жатар, иә. Мен қазір екінші презентациямды сіздерге аша берейін. Және бір сұрағым бар. Бастауыш. Қайырлы күн, саламатсыз. Сұрақ қойсам бола ма, пока мен слайдқа ашқанша? Сәлеметсіз бе? Иә, мен ашып жатырмын, қоя беріңіз. Мені сол неге телеграм группасына қосыңызшы. Телеграм группасының сілтемесін сіздерге мұнда Жанат апай бар, сол кісі арқылы байланысқа шықсаңыздар болады. Мен бұны телеграм каналға мен жүктей алмаймын. Онда мен администратор емеспін. Сол өткенде де мен семинарларға қатысам да, үнемі сол телеграм чатта мен жоқ да. Қаншама мағлұматтарды естимін, жақсы құнды материалдарды. Жаңа телеграм чатынан көре алмаймын да, сол жер кішкене. Өкінішті болып келеді. Телеграмнан іздесеңізші, табылады функционал Телеграмды салынбады ғой. Қосыла аласыз, жарай ма? Сіз маған WhatsApp арқылы байланысқа шығыңыз, сол кезде мен сізге сілтеме жіберемін, сонда жүктелген өткен материалдармен де таныса аласыз. Жақсы. Онда сіздерге келесі және алдымызда өткен жолы қатысқан әріптестер болса, мына ақпаратты білетін шығар. Біз 4 түрлі стильдегі мәтінді талдаймыз, ресми қағаздарынан бөлек. Мына көркем әдебиет стиліндегі мәтінді талдау үлгілері деп мен көрсеткенмін. Қазір бізде 10 минуттай уақыт қалыпты, сондықтан кішкене қысқа нұсқа мәтінді оқымай талдау жасайын сіздерге. Бірінші біз мәтін таңдап аламыз, кез келген бір мәтін келуі мүмкін. Мұнда Саттар Елубайдың Жалған дүние деген романынан үзінді
берілген. Бұл мәтінді біз қандай сатылармен талдаймыз? Бірінші саты ол мына біздің жаңағы алдыңғы мәтініміз сияқты мәтіннің тақырыбы, идеялық жағы, оның жанрлық сипаты, мәтіннің сөйлеу формасы деген сияқты дүниелермен біз келтірсек болады. Мұнда мәтіннің сөйлеу формасы жазбаша, сосын мәтіннің композициялық құрылымы, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, сосын басталуы деген мына ай сәулесі арқылы енген Қансұлу деген кейіпкердің таныстырылуы, сосын мәтіндегі әрине ол барлық мәтіндерге ортақ дүние, мәтіннің дамуы ол бірінші, екінші, үшінші абзацтағы сөйлемдер ол әртүрлі болуы мүмкін мәтінге байланысты, ол кейде үшінші абзацта, төртінші абзацта деген сияқты осындай қай мәтінде сәйкес келеді оқиғаның дамуы, сол мәтіндерді тізбектеп жазуға болады. Одан кейін мәтіннің қорытындысы ең болмаса бір-бірлерінің өлі не тірі екенін де білуге жазбапты. О жалған-ай деген сөйлемнен қарайтын болсақ, мына кейіпкерлердің яғни бет-бетімен кетіп, өлі тірі екенін хабарсыз кетуі баяндалады. Яғни мұнда жалған дүниеде мына аштық оқиғасы суреттеледі ғой, сол кездегі адамдардың, туыс-туғандардың бір-бірінен хабар ошарсыз кетуі, өлі не тірі болмауы деген сияқты осы дүние мәтіннің қорытындысына келеді. Үзінді мәтінде контекстегі ойға байланысты. Сосын мәтін түрлерін анықтау, бұл әңгімелеу, яғни жедел өткен шақ ДД формалары арқылы берілген. Сосын кейіпкер мен оның мекені, нақты ол оқиғаның қай жерде орын алғаны, ол осында мәтінде көрсетілген. Сосын бұл мәтін үшінші жақта, яғни автор тарапынан баяндалған. Сосын мына жақта да мәтіннің жанрлық сипаты, екінші сатыда тақырыптық идеялық жағынан сөйлеу формасы, мына бірінші саты мен екінші сатының формалары бір-біріне өте ұқсайды. Ол бірінші мына стилистикалық композициялық талдауға кетеді, ол тікелей байланысты бізде стилистикалық композициялық талдау мәтіннің тақырыптық идеялық жағымен. Енді бізде үшінші сатыда мынадай дүниелер айтылады. Қазір мәтіннің көлемдік прагматикалық ұйымдасуы дейді. Мына прагматика дегенді де мен сіздерге айтқанмын өткен жолы. Прагматика ол айтушының, яғни кез келген автордың, сөйлеушінің ниеті пиғылы. Бір сөзді айтуда, немесе жазба жұмысындағы қандай да бір ақпарат берсе, сондағы прагматикалық ойы, ниеті пиғылы. Яғни бұл шығармадағы осы жерде тілдік бірліктер келеді. Лексика-фразологиялық бірліктер, теңеулер, мына жерде теңеулерді алатын болсақ, мына Қансұлу қылтиып қыз бола бастасымен қымырандай іріді, қымырандай деген сөздің теңеулерін берілуі, яғни сол кездегі өмірдің бір мүшкіл қалін, сол кездегі адамдардың жағдайын көрсетуге байланысты осындай прагматикалық тәсілмен берілген. Сосын мұндағы тұрақты тіркестер, сосын тұрақты тіркестер енді бәрімізге белгілі. Одан кейінгі фонетикалық интонациялық ерекшелік дегенге көшетін болсақ, ол яғни әртүрлі мәтінді тонда құбылтып оқу. Құбылтып оқу үшін бізге не керек? Әрине жазбаша мәтінде тыныс белгісі, ал ауызша мәтіндерде интонация керек. Оның ішіндегі бізде одағайлар, қыстырмалар маңызды рөл атқарады. Мұнда беу дүние-ай, о жалған-ай деген сөздер, ол қазақ халқының тілдік қолданысы, сөз қорына байланысты мына сөзді түрлі дыбыстық тұрғыда өзгертіп айту, болмаса ішкі көңіл күйін білдіру деген сияқты неде осы фонетикалық интонациялық ерекшеліктер қызмет атқарады екен. Синтаксистік ерекшеліктер, ондағы риторикалық сұраулы сөйлемдер болуы мүмкін, болмаса ой қайталануы, трансформацияланған сөйлемдер, яғни бүтін сөйлемнің алдына бөлшек сөйлемдердің шығып кетуі деген сияқты дүниелердің барлығы осы синтаксистік ерекшелігі. Ол автордың мына оқырманды осы шығарманың оқырман ойын ойнату мақсатында қолданылған бірліктер. Бұл үшінші сатыда прагматикалық аспектіде қарастырылады екен. Бұл көркем мәтінді талдауға байланысты. Содан бізде екінші публицистикалық мәтінді талдау. Мұндағы мәтін талдауда мына қамшыға байланысты берілген ақпараттар бар. Басылымдағы, мұндағы мәтіннің аудиториясы көпшілік қауым. Бағана бізде көркем әдебиетте де көпшілік қауым, оқырман қауым, яғни оның бізде бағана бізде сұрақ болды ғой, мақсатта деген сұрақ. Ол сіздің қалай бағытталуы. Ол аудиторияда осы мақсатқа сіздің осы сөзің алатын, осы ақпаратты сұрыптай алатын бір ортақ болу керек. Кішкене микрофондарыңызды өшірсеңіздер, құрметті әріптестер, кішкене шум болып жатыр. Сосын
Мәтіндегі мәтіннің мында неше бөлімнен тұратыны осында барлығы жазылған. Бұл да сіздерде Telegram каналда жіберілу керек. Сосын мәтіндегі автордың көзқарасын білдіретін сөйлемдер. Яғни автордың бұл қорытынды сөйлемі. Қамшымыз тек ат айдайтын құрал ғана емес, айта алсақ, сөйлете білсек, мақтанарлық, қасиетті әрі қастерлі қазына, әмбебап дүние екенін анық көреміз дейді. Яғни мұндағы қамшының тек құрал емес, ат айдайтын ғана бір дүние емес, жалпы қазақ танымындағы киелі, қастерлі зат екенін көрсететін бір айғақ дәлел деп автор осы сөйлемдерде өзінің ойын береді. Сосын метафоралар, тілдік бірліктер, сөйлемнің бірыңғай мүшелері, осы сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің де мәтінді құбылтуда түрлі қызмет атқаратын байқауға болады. Қырлап, қамшыны қалай жасайды? Қырлап, жұмырлап, бұрап, бедерлеп, үзбелеп, термелеп, еспелеп, бір сөзбен айтқанда көркемдеп, таңдай қақтырарлықтай ұқыптылықпен өрген дейді. Яғни бұл қамшының жасалуындағы оның эстетикасының қаншалықты жоғары екенін көрсетуге арналған осындай тілдік бірліктер, ол бізде ешқандай теңеу, метафора емес, жай ғана етістіктердің бірыңғай мүшелері ретінде келу арқылы жасалған құбылту, сөз айшығы деп бағаласақ болады. Келесі бізде мына ғылыми мәтіндегі талдау үлгілері, ол лексикалық ерекшелігі. Ғылыми мәтінді бізде талдау біршама жеңіл, көркем әдебиет пен публицистикалық стильге қарағанда. Енді мұнда көбінесе құбылтулар, айшықты сөздер, бейнелі сөздер кездесе бермейді. Лексикалық ерекшеліктер сөздің тура мағынада жұмсалуы, ауыспалы, экспрессивті эмоционалды сөздердің болмауы деген сияқты, сосын нақтылы терминдер. Сосын дәлелдеме тұжырымдалар. Мұнда жаңағы күкірттің бөлінуі, ол күкірт элементінің ауаға шығарылуы деген дүниелерге автордың, зерттеушінің нақты жазған қорытынды дәлелі деп осы дүниені келтіруге болады екен. Сосын мына бізде ауызекі стильдегі мәтінді талдау үлгісі, ол бізде көркем әдебиет стиліндегі ұқсайды, бірақ дегенмен кішкене эмоциялық, экспрессивті сөздердің мәні болады. Сосын тілдік құралдары, қаратпа сөздердің, өйткені диалог барысында біреуді қарату, біреуді назар аударту үшін қолданылған әке, ей, балам деген сияқты сөздердің қолдануы, сосын көп мағыналы сөздердің берілуі, антонимдер, синонимдер, фразологизмдер деген сияқты дүниелер, бұл бізде публицистикалық және ғылыми мәтіндерді талдауда да кездескенін байқай алсаңыздар болады. Мына мәтіндің құрылымын толық тану үшін сіздер мына мәтіндерді оқып, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Telegram арнаға бұл презентациялар, материалдар жіберіледі. Сонда осы ақпаратпен кең көлемде танысып, ары қарай балалармен жұмыс жасай аласыздар. Онда мен слайдты қазір алып тастайын. Жақсы, егер тағы да сұрақтарыңыз болса, бір ойлар, ұсыныстарыңыз болса, мүмкін осы жерде әріптестеріңізбен қандай да бір мынадай дүниені біз былай талқылап жатырмыз, осыған көзқарастарыңыз қалай деген сияқты ортаға салар ойларыңыз болса, мархабат. Сәлеметсіз бе? Мынау екінші не бойынша, слайд бойынша тағы да бір семинар өткізсеңіз жақсы болар еді. Толығымен мағлұмат алады. Мына байланысты, иә? Иә. Жақсы, әрине, ұсынысыңыз. Сіз өткен жол сабақта болмадыңыз, иә? Мен ол кезде толық осы тақырыпқа арнағанмын. Жоқ, өткен жол бізде қосылмай, соңына ғана қосылып қалдым мен. Толық ала алмадым. Әрине, егер мүмкіндік болып жатса, міндетті түрде мен бөлісуге, ақпараттар талдауға қарсы емеспін. Ұйымдастырушыларға байланысты бізде сіздерге осылай баяндама жасауға шығып отырамыз, иә? Жақсы, онда біздің ұсынысымыз деп келесі деп ойлаймын. Иә, мен қазір онда осы чатқа сіздер шықпай тұрыңыздар, Telegram арнаның сілтемесін осында жіберейін. Сол жерге тіркеліп, алдыңғы өткен сабақтардың онлайн нұсқасын қарасаңыздар болады. Жақсы? Жақсы. Жақсы, рахмет. Қазірше шықпай тұрыңыздар.